Жаслары бақытлы елдің келешегі ұлы. Ғаресілігіміз берген имканиятлар болса, әр бір жастың мақсет һәм арзуларын дұрыс белгілеп алуына, режелестірген іслерінде ұнамлы нәтижелерге ерісуіне имканият бермекте. Көп оқыған һәм ізленген адам өтіп атырған әр бір күннің ұтымлы пайдалану керектігін жақсы түсінеді. Әзіргі рубрикамызда міне сондай талапшаң жастарымыздың бірі менен таныстырамыз. Бүгінгі күнде жастарымыз әр тарауда өзлерінің белсенділігін көрсетіп келмекте. Әтте дүния жүзінде де жоғары нәтижелерге еріспекте. Міне осындай жастарымыздың бірі Бекназар Абдыкамалов. Бекназар қазіргі уақытта Құбыла Кореяның рейтингі жағынан ең жоғары білім даргайы болған ЮНИСТ университетінде оқып білім алмақта. ЮНИСТ университетінде магистратура басқышында оқып білім алмақта. Ол осыдан алдын һәм бакалавр тәлім бағдарын информатика ілімі бойынша біткерген. Бекназар Абдыкамалов қазіргі уақытта дүния жүзінде өткерілген көптеген инновациялық идеялар һәмде жойбарларға белсене қатынасып, жоғары нәтижелерге еріскен. Біз бүгін рубрикамыз арқылы Құбыла Кореяда оқып атырған жерлесіміз Бекназар Абдыкамалов пенен видео байланысты әмелге асырамыз. Бекназар, біз сізді Қарақалпақстан телеканалының Ассалаумалейкум Қарақалпақстан көрсетуінің инновациялық жаңалықтар рубрикасы арқылы біз сізді таныстырмақшымыз. Ассалаумалейкум. Бекназар, информатика һәмде информациялық технологияларға болған қызығушылығыңыз қашаннан басланды? Осы тарауға қызығуға не түрткі болды? Информатикаға болған қызығушылығым 32-ші орта мектепте 6-ші классларда оқып жүрген пайтылары басланды. Бұнға текарғы себеплерінің бірі бұл интернетпенен бірінші пайдалана баслаған дәуірлер еді. Себебі интернетпенен бірінші мәселен имейл не екенлігін, веб-сайт не екенлігін, қандай нәрселерге ерсе алатығынлығын көріп, жүдә бір құдіретлі нәрсеге құсап көрінді. Һәм өзімнің де жеке ресурсларымды, өзімнің имейлімді ашқым келді, мәселен бірінші болып. Жеке веб-сайтым істегім келді, ямаса Қарақалпақ жастарына арналған портал ашқым келді. Сөйтіп қызығушылығым жүдә арта бастады. Менің ықыласымды елді көтеруге жәрдем берді. Бекназар, хабарымыз бар, сіз Құбыла Кореядағы рейтингі жағынан ең жоғары оқу орны болған ЮНИСТ университетінде оқып білім алып жатырсыз. Осы оқуыңыз хақында айтып берсеңіз. Әлбетте, 2011 жылы лицейді біткеріп атырған жылдары шетелде оқу идеясы менде жүдә бір терең миымде пайда болды. Сол мақсатқа ерісуге қаттыға тырыстым. Білімлендіру системасының жоғары тәріпінен, технологияның жүдә рауажланғанлығына, мемлекеттердің бірі болғанлығына мен бірінші болып Құбыла Кореяны сайладым. Құбыла Кореядағы ең жоғары рейтингдегі университеттерді іздестіріп, Улсан ілім һәм технология институтының документлерін тапсырдым, интервью болды онан кейін. Сол интервьюлардан табыслы өтіп, 2012 жылы марттан бәһәргі семестрден түсуге ерістім. Рахмет жауабыңыз үшін. Қандай бақаларға оқып атырсыз? Сондай-ақ, сіз оқып атырған білім даргайындағы білімлендіру системасы хақында кеңірек айтып берсеңіз. Әлбетте, бақалар сыр емес. Мәселен, бакалавр басқышын жақсы бақалармен біткеріп, айрықша дипломмен біткеруге ерістім. Әмде әзірде магистратура басқышында жоғары бақалармен біткеруге тырысып атырмын. Ал білім беру системасының өзгешеліктері хақында айтсам, бірнеше өзгешеліктері бар. Мәселен, оқу процесі толық глобал университет болу үшін толық англишан тілінде өтіледі, әмде ілімі жұмыстарда толық англишан тілінде болады. Практика, әрқилы тәжірибелерді қатынасуға имканиятлар жүдә көп. Бакалавр басқышында болсын, магистратура басқышында болсын, одан жоғары басқышларда тек қана сабақпен шұғылданбастан, ал басқа да қосымша білімлерді күшейту үшін көптеген программалар істеп шығылған. Қазіргі уақытта сіз компьютер бағдарламаларын жарату бойынша көптеген тәжірибеге ие болдыңыз. Осы тәжірибелеріңізді әмелиятта сынап көріп атырсыз ба? Сондай-ақ, осы тәжірибелеріңіз бойынша халықаралық жойбарларға қатынастыңыз ба? Әлбетте,
информатика тарауында тек қана теория емес, ал тәжірибеде жоғары орынды иелейді. Соны есапқа алған халда 2014 жылы бірінші мәрте мен тәжірибеде өз білімдерімді сынап басладым. Ал бұл тәжірибе жазғы коды деп есептелінеді. Студенттерге арналған жазғы программа болып есептелінеді. Бұл жазғы программаларда ашық кодта жазылған проектлерде студенттерді шақыру һәм студенттерге тәжірибеде өз күшлерін сынап көру үшін арналған. Мен де өзімде Норвегия мемлекетіндегі Apertium организациясына өз үлесімді қоса басладым. Ондан кейін 2015 жылы профессорменен біргелікте үйренген білімдерімізді пайдаланып проект істеп шықтық. Бұл проект адамдардан кейінгі баратұғын жерлерін анықлап беретұғын система істеп шықтық. Бұл машиналарға құрылады, автомашиналарға. Бұнда істеуде біздер Швециядағы және бір кәсіптестерменен біргелікте істеп едік. Ондан кейін 2016 жылы Америка Құрама Штатларына барып, кепілдестіру компанияларының бірі кибер қауіпсіздік тарауында консультация жұмыстарымен шұғылданып, практикада болып қайттым. Ондан кейін 2017-2016 жылдары және бір Корея Сеул пайтақтында компанияда тәжірибеде болып қайттым. Іліми зерттеу жұмысыңызды қайсы бағдарда алып барып жатырсыз? Іліми жұмысыңыздың өзгешелігі, оның инновациялық жаңалығы хақында айтып берсеңіз. Жұмыс істеп жатырған тарауым бұл информатикадағы тармақлар тарауы болып есептелінеді. Тармақлар дегенде, мәселен, стандарт түрі бұл телефон арқылы. Мәселен, басқада Wi-Fi әзір технологиясы жүдә рауажланып басылып жатыр. Әмде сол үстінде сол Wi-Fi технологиясын пайдаланып, адамдардың қозғалысына қандай біздер жәрдем берсек болады, соларды қандай қылып анализлесек тур болады, сол темаларда жұмыс істеп жатырмын. Бүгінде қандай компьютер программаластыру тілдері hamda технологиялар менен шұғылданып жатырсыз? Wi-Fi технологияларын үйреніп, соларды бір системаға қойып, адамдардың қозғалған траекториясын анықтау бойынша ilmiy жұмыстар алып барып жатырмыз. Сол жұмыстарды тикарынан MATLAB тілінде істеп шығарып жатырмыз, hamda Python тілінде жүдә интенсив пайдаланып жатырмыз. Тикары екі тілде жұмыс істеп жатырмын. Келешекте жас бағдарламашыларға осы тарау бойынша қандай маслихат бересіз? Мектеп оқушылары, академиялық лицей яки колледж оқушыларына беретұғын маслихатым. Мектеплерде, лицейлерде оқытылатұғын әрбір пәнді фундаментал үйрену. Егер информатиканы сайласа да, бірақ басқа пәнлерді жүдә терең үйренген жүдә пайдалы. Әрбір пәнді терең үйреніп, әсіресе информатика тарауында математика мен физика пәнлерінің орны жүдә жоғары. Әмде соның ұшында әрбір пәнді фундаментал үйренген жүдә бір пайдалы болады. Технологиялар жүдә тез өзгеріп жатырды. Мәселен, бүгін Python тілі жоғары дәрежеде пайдаланып жатырған болса, ертең және бір тіл пайда болуы мүмкін. Онан кейін және бір технология пайда болуы мүмкін. Технологиялар ешқашан бір жерде тұрып отырған жоқ қазір. Соның ұшында терең білген адамдар сол таза технологиялар тез үйренісіп кетеді. Соларды маслихат етіп, һәмме жастарға үміт тілеп қаламын. Рахмет Бекназар, мазмұнлы сәубетіңіз үшін алдағы жұмысларыңызда һәмде оқуларыңызда табыстар тілейміз. Баршаға мәлім, технологиялар әсірінде көптеген жаңалықтар жүз бермекте. Міне осындай жаңалықтарды жаратуда жастарымыздың рөлі айрықша. Міне осындай жастарымыздың арасында сіз де болуыңыз мүмкін. Әлбетте, осындай жаңалықтарды жаратсаңыз, рубрикамыз арқылы біз сізді күтіп қаламыз.